Сондай-ақ осы күні Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің басшылығы төрткүллі жастармен де ұшырасты. Хақиқатында да жастар жаңа Өзбекстанның алтын фонды. Оларға қаратылып отырған этибар һәм қамқорлық жылдан жылға артып жатыр. Әсіресе келешек иелерінің бәнтлігін тәмінлеу, дүние базарында бәсекелесе алатын кадрлар резервін жаратуға айрықша көңіл бөлініп, бұл бағдарда системалы түрде жұмыстар жолға қойылған. Бүгінгі күнде Төрткүл районында жастардың жетіскелігі, сондай-ақ оларды қандай машқалалар қинайды, бәнтлік мәселесіндегі машқалаларға шешім табу үшін қандай жұмыстар істеленуі керек деген әхметлі мәселелер ұшырасуда тикарға додалауда болды. Төрткүл районында Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі тарапынан шөлкемлестірілген ұшырасу дәслеп бош жұмыс орынлары минет ярмаркасымен басталды. Онда қатнасушылардың қанегелігі һәм қызығушылығына қарап, райондағы мекеме кархана шөлкемлердегі бар болған жұмыс орынлары оларға ұсыныс етілді һәм жұмысқа орналасу тілегінде болған жастар менен шартнамалар түзілді. Бұндан соң Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің басшысы Аманбай Орынбаев төрткүлі жастар менен ұшырасты. Атап өтілгеніндей, президентіміздің жастарға болған жоғары сенімі, этибары һәм аталарша ғамқорлығы нәтижесінде барлық шариғатлардың жаратылғанлығын мақтаныш пенен тілге алды. Санларға этибарыңызды қаратамыз. 107 миллиард сом қаржы есабынан Туран стадионы халықаралық талаптарға жауап беретұғын заманауи көрініске ие болмақта. 32 миллиард сомға Нүкіс қаласында жаңа бокс залы құрылмақта. 90 миллиард сомлық гимнастика һәм күрес шеберлігі спорт мектеплері бой тіклемекте. Бұндай кең көлемлі дүрітушілік құрылыс жұмыслары Төрткүл районында да алып барылып жатыр. Этибар һәм қоллап қуатлау имканиятлар бар. Бұндан мақсатлы пайдаланып атырған жастар Төрткүлдің мақтанышы. Ләжда осындай өз үстінде тынымсыз ізленіп, республикамыздың абырайын дүниеға танытып атырған бір топар жастар Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі президиумының қарары менен үміт ұшқыны көкірек белгісі менен салтанатлы түрде сыйлықталды. Mana bugun tumanimizdagi faol iqtidorli yoshlar qatorida men ham Umid Uchquni ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Prezidentimiz bilan uchrashuvda ham o'zim shaxsan va'da berganman, ya'ni yurtimizga, mana shu jamiyatimizda kitobxonlikni rivojlantirishga, o'zimning shaxsan hissamni qo'shishga va mana shu kitobxon yoshlarni yetkazib chiqarishga, jamiyatimizga bir foydali, manfaatli kadr bo'lib yetishga va'da berganman va shu va'dam uchun hamisha harakatdan to'xtamayman. Mana bunday e'tibor uchun bizga qaratilayotgan bir nima deydi, motivatsiya kuch uchun esa tashkilotchilarga, rahbariyatimizga, birinchi bo'lib muhtaram prezidentimizga va barcha Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbariyatiga o'zimning chin dildan, nafaqat o'zimning, balki oilamning nomidan minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Көкірек белгіге ие болып атырған бұл жастар имканиятларды тереңнен сезінеді. Әр күні оқып ізленеді, уақытын бекарға өткермейді. Алдына үлкен мақсатлерді қойып, келешекке нық қадам атып атырған үміт ұшқынлары. Олар ертеңгі күні Қарақалпақстанның төрткүлдің гүллеп рауажлану үшін үлес қосады, теңлеслеріне үлгі бола алады. Bir yildan buyon Parayengil atletika sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Ko'plab musobaqalarda, chempionatlarda yaxshi o'rinlarni egalladik. 2025-yilning iyun oyida Fransiyaning Parij shahrida Grand Prix musobaqamiz bo'lib o'tdi. U yerda yaxshi natijalarni egalladik. Jahon chempionatlariga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Oldimizdagi maqsadlarimiz Olimpiada, jahon chempionatlarida yaxshi o'rinlarni egallab, ota-onamizni, trenerimni yuzlarini yorug' qilish. Mana bugun menga Umid Uchquni ko'krak nishoni berildi. Nihoyatda xursandman. Kattadan katta rahmat aytaman hammaga. Shahridagi Prezident maktabida 9-sinfda o'qiyman. Prezident maktabining katta rejalaridan biri bu yangi O'zbekiston yoshlarini O'zbekiston rivojiga katta hissa qo'shish uchun ularning dunyo darajasidagi o'qituv tizimida o'qitish, ularni yangicha bilimlarni berib, ularga hayotiy muammolarni hal qilishda yordam berish. Bugun menga Umid Uchquni ko'krak nishoni berishdi. Men juda xursandman. Kelajakdagi rejalarim shu jamiyatga, xalqimizga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishib, shu jamiyatimizda bo'lib turgan katta muammolarni hal qilishda yordam bermoqchiman.
Bundan soң Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы жастар менен ашық саубетлесті һәм машқалаларын тыңлады. Жастардың бизнес шойбарына $200 миллион ажыратылып, өзін-өзі бәнт еткен студенттерге 100 миллион сомға шекем 7 жыл мүддетке жеңілетілген микроқарызлар бермекте. Жеке тәртіпте іспермелік баслаған кемінде 20 жасты жұмысқа алып, кіші кархана ашқан һәм оқу орайын шөлкілместірген жас ісперменге 7 жыл мүддетке 5 миллиард сомға шекем жеңілетілген кредит беріледі. Банк кредитлерінің 30% хаял қызлар ісперменлігі үшін ажыратылады. Әр бір аймақта жастар бизнес инкубаторы шөлкеместіріліп, жастардың идеяларын стартапқа айландырылады. Алақа Венчур фонды арқылы стартап жойбарларға 50 мыңнан $1 миллион шекем инвестиция кіргізіліп, өнім һәм қызметлерді ішкі сыртқы базарларда сату үшін бизнес шерік табуда жәрдемлер беріледі. Осылар бойынша мағлұмат алған жастардың бизнес жойбарлары үшін көмек көрсетілетұғын болды. Hazırda mən 7 il davamında mobil əqrəfə, SMM, market olub, target olub, boz işçəkə atırman. Türkün əldə biznesmenlə, əldə tətbikarlarla hazırasa işçəkə atırman. Mağaz Türkül tümənində media mərkəzi gərək, kəttaraq, içi cihazlanğan boş gərək, parta, kürsü, tez olla, doskilə boş gərək içində. Azıda mən 4-5 dənə şagirdim var, ulan öz əmməsi işi var. $300-dan $500 özü daramat, müstəqil daramat edədi, ulan məktəb okusuları əli. Türküldə öyündə bekaz yatqan, bekaz işləmirgən balladım, köp məktəb bilirgənləgi Moskva'ya geçsəməkən, Türkiyəyə geçsəməkən, nədə işləməkən də Suriyə gedirkən balladım köp. Şular mən iş bilən təminliyəm, şular ürgətəməndə tutmam. İndi Xudağaza şu media mərkəzini işləb bərsərək, özüm бар білімлерін әммәсін бәрәмән. Сондай-ақ IT тарауы қанегелері тәрепінен тарауды рауажландыру, IT қызметлерін ұсынуды жолға қою, сыртқы беғарыз жәрдем қаржыларын, яғни грантларды тарту бойынша да түсініктер беріліп, бұл ұшырасу Төрткүлде жаңа қабілетлі жастардың жетілсіп шығуына жол ашатығын хақиқи имканиятлар ләжіне айланды.